Қайырлы күн. Бүгін мен әжеме қонаққа келдім. Әжемен бесік жыры туралы әңгімелесемін. Әже, сіз бесік жыры туралы не білесіз? Бесік жыры жаңа туылған балаларға қаншалықты маңызды? Және оның тәрбиелік мәнін қандай? Сол туралы айтып беріңізші. Қайырлы күн. Бесік жыры деген кішкентай баланы, жаңа туған баланы әуелі қарсы алып, одан кейін әйбәттеп бесігін істеп, оның жасауын жасап, әдемілеп тұрып, туған туысқанды шақырып, қадірлеп, қастерлеп бесікке салады. Бесікке салғанда бесіктің ырымы болады өзінің. Көлді жасауын жасайды, құндақтайды, жастығын салады, шүмегін салады, баланы әкелгенше тыштыма жасайды ырымын. Қатар-қатар отырғандарға кәмпит, бауырсақ, тыштыма деп соны жасайды. Содан кейін мінәмдағы, бітімдағы ең үлкен біз сияқты таза, аузында дұғасы, қойында Құраны бар, бісмілләсі бар апалар әкеп бесікке салады баланы әйбәттеп. Сосын бөлейді. Сосын баланың әйбәттеп оң қолымен тербетеді. Әлді бөпешім, өзің болсы көкешім, айналайын бөпешім, сүт берейін құлыным, сүтке тоймасаң балапан, құйрық емізіп берейін деп баланы әлдилейді. Әлдилеп баласын ана бесікті тербетеді. Әжелері сөйтіп баласын уатып, одан кейін есі кіре келе жанында отырып ертек айтады, өлең айтады. Ұқтың ба? Асыл айналайын айым-ай, сен айым кемесең кетіп еді жайым-ай дейді баланы кеш кетерген келіншектер. Сөйтіп бесікке салады. Ұқтың ба? Бесіктің, ал бесікке салған бала өте таза болады. Аяқ қолы, қазақтың балаларының аяқ қолы таза. Мына аяқтары таза болып өседі. Оқтай түзу болып өседі. Өйткені тізенің үстінен қолбауды байлайды. Мына қолды бәрін. Ұқтың ба? Сонда тізе таза, түп түзу болып жатады бала. Содан кейін о баланың анасы кешке шейін жұмыста жүрсе де, ана бесікте жатқан бала емізік қойып жүре береді. Бала өте таза жатады. Ылғида, әйбәттеп, аңылдап. Сосын анда-санда кеп, мамасы емізеді, әжесі жанында отырып, анасы жоқты, әлді бөпешім, өзім сүйген бөпешім, өзім сүйген ботақан, қайда жатып кетесің деп өлең айтып отырады. Айналайын бөпешім, сүт берейін көкешім, сүтке тоймай қалсаң, құйрық саған емізіп, қой құйрығын берейін көкешім деп өлең айтады. Ұқтың ба? Сөйтіп, содан кейін бір ширақ бала бір жылға жетпей есіктен шығып кетеді. Кейде қолдары тимейтін болса бесікке салып қояды. Өйткені бала отқа суға түсіп кетпеу үшін. Содан кейін жүргеннен кейін әжесі жетелеп бесіктен алады. Бесік өте қасиетті. Бас жағына үкі тағып қояды. Баланың басына қайшы, пышақ, сондайларды қойып қояды. Өйткені кішкентай бала шошымау керек, жақсы ұйықтау керек. Сосын баланың бетін айға, күнге көрсетпейді. Біздің қазақта бетті баланы түнде ашып тастамайды бесікті. Жай ғана тұмшалақ қояды. Тым ыстық болса кішкене ғана ашады. Сосын барып емізеді баланы. Ұқтың ба?